Баршаға сәлем достар, бүгін біз Қасым ханның ұлы Хақназар хан туралы әңгімелейміз. 1523 жылы бұрындық пен Қасымнан кейінгі хандық әлсіреп үшке бөлінді. Елді Мамаш, Бұйдаш сияқты хандар басқарғанымен біріктіре алмады. Осы тұста тарих сахнасына Қасым ханның баласы Хақназар хан шықты. 1538 жылы Ноғай мырзалары оны хан көтерді. Бірақ шынайы билікті ол тек 1559-1560 жылдары ғана қолына алды. Хақназар қазақты қайта біріктірді. Қырғыздармен одақ құрып, сыртқы жауларға тойтарыс берді. Ноғай ордасы ыдыраған соң, оның жерлері Қазақ хандығына қосылды. Сарайшық қаласы да қазаққа өтті. Бұл кезде орыстар шығысқа қарай жылжып, Қазақ хандығына жақындай түсті. Хақназардың иелігі Ертістен Ембіге дейін, Сырдан Башқұрттарға дейін созылды. Хақназар сыртқы саясатта шебер қадам жасады. Бұрынғыдай шайқаса бермей, Бұхара ханы Абдаллахпен одақ құрып, бейбітшілік орнатты. Сауда-саттық жанданып, елдің ішкі жағдайы жақсарды. Бірақ Ташкент билеушісі Баба Сұлтан опасыздық жасап, Хақназарды өлтіреді. Ол Қазақ хандығын 42 жыл басқарды. Қазақ тарихында Хақназардай ұзақ билік еткен хан болған емес. Бұл шығарылым мұнасы әдеттегідей үліпіл бас, пікір жас және дәл осы видеоны қосыңа жібер.